аталайын деп тұрмын, өйткені олар сахнаға емес, боз кілемге шығады. Негізі спорт пен сахна егіз ұғым неге екенін қазір түсіндіріп береміз. Түркістан театрының актері Темірланды көріп тұрмын. Әдетте біз өнердің барынша нәзік екенін көрсеткіміз келіп жатады. Бұл жерде біз сіздердің қандай мықты екендеріңізді көрсетеміз. Негізі көбінесе бізге сұрақ қояды ғой. Актерлар осы сендер не істейсіңдер дейтін сұрақ қояды да бәріміз. Сол кезде бір андай жеңіл көреді да бізді. Сендер жаңа ән айтасыңдар ғой, билейсіңдер ғой, жылайсыңдар ма деген сияқты. Вот осы жерде қазір көрсететін сәтті негізі ер азаматтық. Өйткені өнер адамдары ол жай ғана ән айтып билемейді. Ол өйткені сахнаның артында қаншама еңбектері бар. Мына жерді, мына бір шараны ұйымдастыру үшін бір премьераның ақшасы кеткен сияқты кемінде. Негізінен қаржылай қолдау осы әкімдік тарапынан болып жатыр. 4 дүркін өнер барысы жеңімпаз атанған Асылханның осындай идеясына қолдау білдіргізіп, біздің түпкі мақсатымызды да түсінді. Сөйле шығар, тағы, сөйле. Басылып тұр дауыс. Сіз өзіңіз ұйымдастырып, өзіңіз қатысайын деп жатырсыз ба? Мен қатыспаймын. Қатыспайсыз ба? Жоқ, қатыспаймын. Қара жұмысшысыз. Қара жұмысшымын осы жерде жүгіріп жүрген. Бәрін енді қадағалап отырып, қағазы бар, анауы бар, кішкене. Бірақ үлкен тәжірибе болып жатыр енді, не болса да. Бәлкім жақсы деңгейде, үлкен деңгейде өтсе, басқа облыстар бізге жасаңдар деп шақырар ма екен, бәлкім қаражат деп бөлгізер ме екен деген сияқты. Сәл ғана салмақтың жетпегені болмаса, дайындықтары жақсы. Салмақ қалай жетпей жатыр? Салмақ 68 килограмм, менің 62 килограмм болды, соны қосып 64-ке дейін жеткізіп. 68-дермен шығасыз? Иә, берді. Аяқ асты ұтылып қалу деген болады кейде. Ойламаған жерден, сол нәрседен қатты қорқам. Кейде бақ шауып кететін кездері болады. Қазақша күресте не маңызды? Қазақша күресте ең бастысы мінез, сонай настройға, күресте жалпы 80% настройға байланысты. Саят деп жақтасқым келіп тұр, өйткені 4 келі салмақ деген ойыншық емес, құрметті көрермен. Жеңіліп жатыр. Жартылай жеңіс. Аға сәлеметсіз. Бірауыз жартылай жеңіс деген не? Мен ол жағының маман емес, бірақ көріп отырмыз ғой, жартылай жеңіс деген әлге таза түсіру бар, сенімді түсіру бар. Меніңше соның жартысын айтатын шығар, жартылай жеңіс деп. Аға, бұлай ұзақ белдес берілмей тұрып алу дұрыс па негізі? Енді ұзақ белдесу, енді ол жаңағы нағыз мықтылар ғой, бір-біріне безіп, жаңағыдай белін бермей тұрған азаматтар. Айт, давай, ел аман! Стоп. Ел аман, бергелі, ел аман. Қызыл беренді палуанның белбеуі шешіліп кеткендіктен кездесу уақытша тоқтап тұр. Қостанайдан келдіңіз. Жаңа төрешінің тоқта дегеніне қарамай... Мен тоқта дегенде тоқтап қалдым. Тоқта деген кезде тоқтап қалдым, ол мені сол моментте. Әділ емес пе демек? Әділ емес, уақыт болды менде. Жоқ, шын ғой, мен босап қалдым. Сол моментте істеді. Мен анық көріп тұрмын да, кімді қол көтерген. Досымның есесін берем қазір, есесін берем. Күтеміз, уәде. Оғланда Қуанышбай театры жеңіске жетті. Сіз терлеп жанкүйерлер дайындалып үлгермеді ғой айғайлауға? Енді бұйырып тұр екен. Бүгін асығымыз алшынан түсіп жатыр. Аллаға шүкір, рахмет. Мен ең басты айтайын деген мақсат мына жерде Асылхан бауырының жасап атқан еңбегі, ниеті, қазақ актерларының, қазақ театрының актерларының бір керемет жігерлендіру мақсатында бір-біріне жақын бауырмал болу дейтін мақсатпен жасалып жатқан осындай үлкен додада өнер көрсету мен үшін мәртебе. Хорошо, киім берейікші. Тоқтаңыз. Киім берейікші деп жеңгесін сұхбат бергіңіз келіп пе? Сондай еді,
Маңғыстаудың жігіттері қорықпау керек қой ондайдан. Маңғыстау қорықпайды, алға Қазақстан, алға қазақ күресі. Театрдан бұрын күресті көрейін деп тұрмын енді. Сіз көріңіз, Маңғыстау Жантурин театрына келіп, спектакль қараңыз. Бұл белдесуге жартылай жеңіс ұпайымен Көпбосынов Ілес Әзірбайжан Мәмбетов театры. Қошеметтеріңіз. Осы жігіттердің жасында болсаңыз шығар ма едіңіз? Біздің кезімізде енді бұның бастамасы болған жоқ. Мүмкін болған кезде болса шығар ма едік деп ойлаймын. Өйткені енді бұл намыстың тірлігі ғой. Сонымен бәрі мықты десек те, маған сұхбат берген актердің еш қайсысы барыс атанған жоқ. 66 келіде Солтүстік Қазақстандағы Сәбит Мұқанов театрының жұлдызы Жанболат Қонысбек жеңді. 74 келі салмақта музыкалық жас көрермен театрының актері Ермахан Аймахан жеңімпаз деп мойындалды. 90+-тың жеңісін Мәмбетов театрының батыры Ризабек Әли еншіледі. Жеңіс құтты болсын.